Қазір Визовқа бара тұрман. Иесінің айтуы бойынша, яғни малдың астыңғы системасы сәл төмендеу дейді. Содан кейін, яғни сол баспақтың жолдасы түсті ме, түспеді ме, анық білмеймін. Соны тексеріп бер деп, яғни визит берді. Қазір барып көреміз, достар. Видеоны диққатпен ақырына шейін көрің. Пайдалы мағлұматтарды жазып кетуге әрекет етемін, достар, қолдан келгенше. Сіздер лайк басып, түсінбей тұрған сұрақтарыңызды комментарияда жазып қалдырсаңыз болады, достар. Мына мал ма ата? Жаңа кешеде жеді. Аха. Кеште жеді ма? Жеді. Анық. Мынаны мен тап. Шелекке жақын жеді. Аптаны жуып қойған кеше. Бұның суын түскен түспеген білмей қалдым да мен. Суын түскен түспеген білмейсіз, иә? Білмеймін, я. Себебі түсті аманшылық еді. Кеште туыпты да бұл да. Көпте туды ма, бесте туды. Баспағы ма? Баспағы. Баспағы кіште жұтылы дейді. Болды, бір байлаң ата. Қайтпайды. Мына бір жерде ана уғылға байлайсыз, көрек қол салып. Шу анық түсті ма, түспеді ма? Білмеймін. Тош білмеймін. Сол су түспеген мән солмай тұрма деген бір думан бар да менде де. Болды, көрек құда қал. Тұр. Жатақты деуге, бұлар жеп қояды деген бірлелер бар. Не, соны. Жыртың. Жыртың, әкеп жыртың дейді. Йодофен салып кетемен да, ата? Аха. No, маткадегі инфекцияларды бәрін түсіреді. Бәрін түсіріп жібереді. Аттың ауызы ашық екен да ері. Бір жылдықта қашырдым бірақ. Ой, ана өзі айтты. Қашырып кеттім бірақ машинамен келді. Сол қолдан туды ма? Мен айтты. Мен қашырып кеттім ба оны? Жаңа бір ұрық барлар, бір ет олуға сан екен деп. Яғылды, тазабай біздің қашырып кетсек, туды деп.